Мөлдір Мұқанова тағы кімнен гүл алды? Жігіттер ме? Әлде Тұрсынбек пе? Желіде тарап кеткен жұмбақ гүл шоғы халықты шулатты. Мөлдірдің соңғы сторисінде көрінген гүл кімнен екені беймәлім. Бірақ желідегілер болжам жасап, жаңа жігіт пайда болды ма деп шулап жатыр. Тіпті кейбірі Тұрсынбекпен арасы суыды ма, әлде екінші бір адам бар ма деп жазып жатыр. Жуырда Мөлдір Мұқанова Instagram парақшасында үлкен раушан гүлін ұстап тұрған бейне жазбасын бөлісті. Бірақ ол бұл гүлді кім сыйлағанын айтпады. Бұл жазба жұртты дүр сілкіндірді. Комментарийлерде қызу талқылау. Жаңа жігіт пайда болды ма? Күйеуі Тұрсынбек емес пе? Мөлдірдің күлкісі өзгеріп кетіпті. Бірақ бір қызығы, бұл гүл шоғы дәл 1 жыл бұрынғы гүлге ұқсайды. Демек бұл жаңа адам емес, ескі сезімнің қайта жандануы ма? Ал кейбір желі қолданушылары мүлде басқа пікірде. Мынау продюсері, бәлкім, сериалдағы рөліне берген болар. Шоу үшін жасалған хайп қой. Гүлдің түсі махаббаттың белгісі. Бірақ кім сыйлады, соны Мөлдірдің өзі әлі айтқан жоқ. Осы оқиғаға қарап, Мөлдірдің өмірінде жаңа махаббат басталып жатқан жоқ па деген ой туындайды. Сен қалай ойлайсың? Бұл гүлді кім сыйлаған? Жаңа жігіт пе, әлде баяғы Тұрсынбек пе? Комментке өз ойыңды қалдыр, жазылда, келесі видеоны күт. Өйткені Мөлдір Мұқанова өміріндегі құпиялар енді ашыла бастайды.